айдарының кезекті шығарылымын бастаймыз. Армысыздар, Келеқұйық айдарының бүгінгі шығарылымында біз Жүсіпбек Айматовтың Күні күйдің жазғы повесін талқылайтын боламыз. Сәлем достар, Келеқұйық айдарының бүгінгі шығарылымында Ғабит Мүсірептің Ұлпан романы туралы әңгімелейміз келеді. Армысыздар, Келеқұйық айдарының кезекті шығарылымында Төлен Әбдіковтың Қонақтар әңгімесін талқыға саламыз. Дидар, сен Сайын Мұратбековтың Жабай алма повесін оқып бітірдің бе? Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым, Келеқұйық айдарының бүгінгі шығарылымында Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат әңгімесі бойынша талқылаймыз. Армысыздар, Келеқұйық айдары араға шей демалыс сала отырып қайта оралды. Келеқұйық айдарының 2022-2023 жылғы оқу жылының алғашқы шығарылымы Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа повесі жайлы болмақ. Қайырлы күн, Келеқұйық айдарының бүгінгі санын ата-ана мен оқушы арасында қарым-қатынасты нығайта түсу мақсатында бүгін бізде қонаққа Марал әжеміз және де Ұлжан анамыз келіп отыр. Бүгінгі санды біз Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесіне арнағалы отырмыз. Ұшқан ұя повесінің төңірегінде өз ойымызды ортаға салып, қазіргі тәрбие жайында өз ойымызды айтқымыз келіп отыр. Бүгін менде оқушыларым Ұшқан ұя повесімен жақын танысып, қазір сіздерге оқып келіп отыр. Осы повесть жайында бірінші оқушылардан сұрақ қойып бастасам, неліктен повесть Ұшқан ұя деп аталып отыр екен? Қалай ойлаймыз? Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повестінің аталу себебі, жалпы жазушы өзінің тұлға ретінде қалыптасуына ұшқан ұясы ықпал ететінін ашық түрде баяндайды. Жақсы, яғни сол отбасынан өзінің бала кезінен бастап, кейін өскен шағына дейін бүкіл өмірін қамтитын повесть болып табылады, Бауыржан Момышұлының. Жақсы, рахмет. Енді осы повесті оқи отқандағы Динара, сіз нені ұқтыңыз? Тәрбиелік мәні қандай? Не береді бізге бұл нәрсе? Бізде осы повесте, яғни Бауыржан Момышұлының жаңағы мектеп табалдырығын аттай бастаған кезінен бастап, өскен кезіне дейін осы повесте бәрі жазылған. Яғни бұл повесті, яғни тәрбиелік мәніне қарай отырсақ, үлкендерді құрметтеу, жаңағы үлкендерге ізет көрсету сияқты осындай нәрселер қарастырылған. Жақсы, рахмет. Енді бұл жерде біздегі басты рөлде ойнайтын Бауыржан Момышұлының әжесі, Бауыржан Момышұлы мен әжесінің қарым-қатынасы қандай болды? Бауыржан Момышұлының, яғни анасы ерте жастан қайтыс болған түгін, сол себепті осы Бауыржан Момышұлының әжесі екінші анасындай болып, Бауыржанға түрлі ертегі аңыздарды айтып, яғни Бауыржанға қамқор болған түгін. Ал енді осы орайда мен осы Марал әжемізге сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі әжелер мен осы бұрынғы әжелерге қандай баға берер едіңіз? Әрине балам, заманына қарай дәстүр де, салт та, барлығы да жаңарып жатқан жайы бар. Әже дегеніміз ол отбасының ғана емес, бүкіл әулеттің, бүкіл елдің ақылшысы, тілеушісі. Бала тәрбиесінде әжелердің орны ерекше. Бала тек қана оның әкесін өсірмей, оның баласын, яғни өзінің немересін әлдилеп өсіріп отырған адам. Ананың, әженің әлдейін естімеген бала еліне, отанына жаны аши қоймайды, жалқау болады, ынжық болады. Ендеше отбасындағы әженің тәрбиесіне үнемі көңіл бөлу керек. Тарихты да қарасаңдар балдар, әжелер керемет даналарды тәрбиелеген емес пе? Хакім Абайды тәрбиелеген Зере әжесі, Ғалым Шоқанды тәрбиелеген Айғаным әжесі, тарихтағы домалақ ана талай ақылды перзенттерді дүниеге әкелген. Әженің ақыл кеңесіне үнемі құлақ түрген дұрыс балаларым. Енді сұрағыңа келетін болсам, қазіргі қоғамда да әжелердің рөлі ешқандай да азайған жоқ. Әже деген тілеуқор, әже деген оттың басында бата беріп отыратын, ең адал, жылы сөйлейтін, балалардың ең жақсы көретін, қалтасына кәмпитін тығып әкелетін сүйікті адамы. Сендерде де солай ма? Әже келсе, қуанып алдынан шығады, құрт майын әкеледі. Сол үйдің ішіндегі ең қамқор жанашыр адам. Қазір әжелердің арасында ғылым кандидаты да бар. Қазіргі әжелердің арасында көлік жүргізетіні де бар. Қазіргі әжелердің арасында депутаттар да бар, тіпті президенттер де бар. Ендеше қазіргі әжелер бұрынғы әжелерге қарағанда сауатты, білімді, көзі ашық дей тұрса да, олар бала тәрбиесінен ешқашан қашпайды. Нағыз тәрбие әжелердің тәрбиесіне балаларым. Сондықтан да
қарт әжелеріңді жақсы көріңдер, құрметтеңдер, сыйлаңдар, айтқан ақыл кеңесін еске сақтаңдар балалар. Ышқания повесінде ананың тәрбиесі, ана мен баланың арасында қарым-қатынас жайлы өте жақсы айтылған. Осы тұста біздің Ұлжан анамызға қояр қандай сауалдарыңыз бар? Қазіргі таңда аналардың бесік жырын айтып отырғанын кездесе білмейміз. Осыған ойыңыз қандай? Қазақта керемет нақыл сөз бар. Ана бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген. Бұл нақыл сөзден аналарға берілген салмақтың көп екендігін байқауымызға болады. Яғни бесік жыры арқылы ана тек баласын ғана жұбатып қоймайды, сонымен қатар келешекте елдің тұтқасын ұстайтын азаматты тәрбиелеп отырғандығын байқауымызға болады. Сондай-ақ бесік жырының әуені де ерекше келеді. Баланың тез ұйықтауына, тыныш ұйықтауына көп әсерін береді. Бауыржан Момышұлының өз сөзінде де балаларына бесік жырын айтпайтын ата-аналардан қорқамын деген екен. Қазіргі таңда да бесік жырын айтатын ата-аналар жоқ деп айтуға болмайды. Ышқания повесін жалпы барлық аналарға оқуға кеңес беремін. Яғни бесік жырының бесікке бөлегеннен бастап балаға берер тәрбиелік үлкен мәні зор екенін ұқтық. Енді бүгін бізде менің оқушыларыма жақсы бір келелі ой тастап, жақсы бір сұхбат болды деп ойлаймын. Бүгінгі келе оқиға айдарының Бауыржан Момышұлының Ышқаниясы бойынша. Ышқанияның повестің бізге берері өте мол. Барлықтарыңызды да осы Бауыржан Момышұлының Ышқания повесін оқуға шақырамын.